Ақтөбе облысында дүкенші әйелді өлтірген нашақорларға қатысты сот үкімі шықты. Енді Александр Канев пен Мұрат Жүсіпов ұзақ жыл түрмеде отыруы тиіс. Сотталушының екеуі соңғы сөз берілгенде ләм-мим деп жағашпады. Тіпті қаралы отбасыдан кешірім сұрауға да жарамаған. Олар бұған дейін бірнеше рет істі болып, тіпті біреуі 2 рет адам өлтіріп сотталған рецидивист екен. Жақындарда олардан бас тартқан сыңайлы, себебі үкімді тыңдауға сотталушы тараптан ешкім келмеді. Бұлар осыдан 8 ай бұрын Бадамша ауылындағы дүкенге шабуыл жасайды. Дүкенші Феруза Пірманованы 30 жерден пышақтап, айуандықпен өлтірген. Кассадағы 150 мың теңгені алып тайып тұрыпты. Енді олар түрмеде маскүнемдік пен нашақорлықтан да еріксіз емделеді. Бадамшалықтар ауылдың берекесін қашырған бұл екеуін өмір бойына бас бостандығынан айыруды талап еткен еді. Олар сот ғимаратының алдына жиналып осыны айтты. Прокурорларда қолдап сотталушыларды түрмеде мүлдем шығармауды сұраған. Бірақ судья Мұрат Жүсіповті 20 жылға, Александр Каневті 16 жылға соттауды жөн деп тапты. Негізгі өмір бойы жіберу керек, ең строгий наказание жасау керек. Апелляция бересіздер ме? Адвокатқа сөйлесіп